Қайырлы күн оқушылар, бүгін 8-ші сынып алгебра 2-ші тоқсан номер 1-ші ПЖБ бірінші нұсқасын талдайтын боламыз. Так, бізде номер 1-ші тапсырма берілген теңдеулерді ax квадрат қосылған bx қосылған c тең 0 түріне келтіріп a, b, c коэффициенттерін табыңдар дейді. Бізде берілген функция x қосылған 4-тің квадраты минус 6x квадрат тең x квадрат азайтылған 7x дейді. Ендеше біз ықшамдап алайық. Так, бұл жерде бізде формула қолданылады. Формула қалай еді? a қосылған b квадрат тең болады a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат болады, иә? Так, енді осы бойынша ашамыз. X квадраты плюс 2 көбейтілген a бізде x-қа тең көбейтілген b бізде 4-ке тең қосылған b квадрат. Қосылған 4-тің квадраты минус 6x квадрат өзін жаз қоямыз. Тең болады x квадрат минус 7x дейді. Ары қарай есептеп алайық. Квадраттарды бірінші жазамыз, x квадрат мына жақта. Жарайды, бірінші шығарып алайық. Қосылған 2-ді 4-ке көбейтеміз 8x, қосылған 16, азайтылған 6x квадрат. Енді теңдіктің оң жағындағы сол жаққа қарай шығарамыз. Минус x квадрат плюс 7x тең болады 0. Енді x квадраттардың астын сызып алайық. X квадрат, x квадрат, x квадрат. Так, мына жерде плюс x квадрат, минус x квадрат екеуі қысқарып кетеді. Сонда бізде не қалды? Минус 6x квадрат қалады екен. Ары қарай және x-тердің астын түзу сызықпен сызып алайық. Так, 8x қосылған 7x дейді. Ол бізде 15x шығады. Ары қарай бізде коэффициент тек біреу ғана екен, қосылған 16. Тең болады 0 дейді. Енді осы жерден біз a, b, c-ні таба салуымызға болады. A тең болады минус 6, b тең болады 15, c тең болады 16 деп таба салуымызға болады. Немесе екінші жағдай бар, бізде минус таңбаны көбіне алдаға қоймаймыз. Яғни теңдіктің екі жағында минус 1-ге көбейтіп жіберемін деген сөз. Ендеше 6x квадрат минус 15x минус 16 тең 0. Бұл жердегі a-ны табамыз, ол 6-ға тең, b минус 15-ке тең, c минус 16-ға тең. Бұл жерде бізде ешқандай жауап қате болмайды. Бұл жауабымыз да дұрыс, бұл жауабымыз да дұрыс. Екі жауапты да жазуларыңызға болады. Номер 2-ші тапсырма. 2y квадрат минус 8y минус 5 тең 0 квадрат теңдеуінің түрлерін тап дейді. Дискриминантын тауып, дискриминанттың мәніне қарай x1, x2-ні табамыз. Так, ары қарай дискриминантты тауып алайық. Дискриминант тең болады b квадрат минус 4a, c тең болады. b бізде минус 8-ге тең, минус 8-дің квадраты 64, минус 4 көбейтілген a бізде 2-ге тең, көбейтілген c бізде минус 5-ге тең. Есептеймін, 64, 2 минус плюс болады мына жерде. 4-ті 5-ке көбейтемін, 20, 20-ны 2-ге көбейтемін, 40 тең болады. 64-ке 40-ты қосамын, 104 болады. Так, 104 бізде 0-дан үлкен, ендеше бізде 2 шешім болады. x1, x2-ні табамын деген сөз. Формула минус b плюс минус түбірдің астындағы дискриминант бөлінген 2 еселенген a. Тең болады. Тең болады. Орын-орнына қоямыз. Минус b дейді. Бізде минус 8, 2 минус плюс болады. 8 плюс минус түбірдің астында дискриминант 104-ке тең. Дискриминанттың мәні міне 104-ке тең. Бөлінген 2 еселенген a2 көбейтілген 2 болады. Тең болады. 8 плюс минус түбір астындағы 104, 2-ні көбейтем 4. Енді 104-ті жіктеп алайық. Ол бізде 8 плюс минус 104, 4 көбейтілген 26 болады. 4-тің түбір асты 2 болады. 2 түбір асты 26 бөлінген 4 болады. Ары қарай, не жерде бізде екеуіне ортақ 2, ендеше 2-ні жақшаның сыртына шығарамын. 2 ортақ болып тұр. 8-ді 2-ге бөлемін 4, плюс минус 2-ні 2-ге бөліп жіберсем 1 қалады, 1-ді жазып керегі жоқ, түбір асты 26 қалады. Жақшаны жабамын, бөлінген 4. Енді 2 мен 4-ті қысқартып жібермеуге болады, мұнда 2 қалады. Сонда тең болады 4 плюс минус түбірдің астында 26 бөлінген 2 болады екен. Сонда бізде жауабымыз x1-дің мәні бізде 4 қосылған түбір астындағы 26 бөлінген 2, x2-ның мәні 4 азайтылған түбір асты 26 бөлінген 2 болады екен. Мынау бізде жауабы болады. Так, екінші тапсырманың б-сы n-ның қандай мәндерінде nx квадрат минус 14 қосылған n тең 0 теңдеуінің 1/2 түбірі x1 тең x2 болады дейді. Теңдеу бізде былай екен, иә? Так, енді бізде x1 мен x2 тең болуы үшін дискриминантымыз 0-ға тең болуы керек, иә бізде? Дискриминанттың формуласы бізде b квадрат минус 4ac-ға тең. Енді біз b квадрат минус 4ac-ны 0-ға теңестіріп алайық. Енді дискриминантқа тең қойғанымыз, иә? Так, енді орын-орнына қоямыз. b, бұл жерде b бізде минус 14-ке тең, минус 14-тің квадраты минус 4 көбейтілген a
көбейтілген а бізде n-ға тең, көбейтілген с бізде n-ға тең болады 0 деп қарастырамыз. Ары қарай минус 14-тің квадраты 196-ға тең. Так, бұл мына жерде бізде минус 4 n-дің тең квадрат, n-ның квадраты тең 0. Ары қарай теңдеуді шешеміз. Минус 4n квадрат тең болады минус 196, 2 минусымыз плюс болып кетеді, тең 196. n квадрат тең болады 196-ны бөлемін 4-ге, ол бізде 49 шығады екен. n тең болады түбірдің астында 49, ал бізде түбірдің астынан n тең болады плюс минус 7 шығады екен. Сонда жауабы бізде n тең болады плюс минус 7-ге екен. Ой, аяқ жағы көрінбей қапты ғой, балалар, кешіріңдер. Аяқ жағын көрсетіп жіберейін. Вот. Келесі бізде номер 3-ші тапсырма. Кері вет теоремасын қолданып түбірлері x1 тең 2,5 және x2 тең минус 6 болатын келтірілген квадрат теңдеуді жазыңыз дейді. Енді біз келтірілген квадрат теңдеудің формуласын жазып алайық. Ол бізде қалай еді? X квадрат плюс px плюс q тең 0. Бұл бізде келтірілген квадрат теңдеу. Енді осы жерде x1 мен x2-ның қосындысы неге тең еді? Минус p-ға тең. Енді осылардың көбейтіндісі x1 көбейтілген x2 тең болады, ол бізде q-ға тең. Енді орын-орнына қойып есептеп ала салайық, және мына жерде бізде x1 2,5, x2 тең минус 6-ға тең. Яғни x1 2,5, 2,5 қосылған x2 минус 6 тең болады минус пи болады. Осыны есептеп алайын. 2,5 азайтылған 6 ол бізде минус 3,5 тең минус пи болады. Сонда p тең болады, қанша болады? 3,5-ге тең екен. Пидің мәнін тапты. Ары қарай келесі көбейтеміз бір-біріне. 2,5 көбейтілген минус 6 тең болады, бізде q-дің мәні шығады. Q тең болады, сонда 2,5 минус 6-ға көбейтсек минус 15 шығады екен. Сонымен жауапты қалай жазамыз? X квадрат қосылған p бізде нешеге тең? 3,5 x. Ары қарай қосылған q бізде минус 15-ге тең екен. Минус 15 тең болады 0. Мінекей тапсырманы осылай орындаймыз. Ары қарай 4-ші тапсырма. Тік төртбұрыш тәрізді жер учаскесінің ауданы x квадрат минус 16, x қосылған 48 метр квадратқа тең. А тапсырмасы. Тең болса, екеуі тең болса, онда а және б мәндерін табыңдар. Енді ең бірінші біз дискриминант арқылы x1 мен x2-ні тауып алайық. Дискриминант тең болады b квадрат минус 4ac. Тең болады b бізде минус 16-ға тең. Минус 16-ның квадраты минус 4 көбейтілген а бізде 1-ге тең, көбейтілген с 48-ге тең. Тең болады 16-ның квадраты 256, минус 192 тең болады 64 болады екен. 64 бізден олдан үлкен, ендеше 2 шешім болады деген сөз. Ары қарай x1, x2 тең болады минус b плюс минус түбірдің астындағы дискриминант бөлінген 2 еселенген а. Тең болады 16 плюс минус түбірдің астында 64, 2 а бізде 1-ге тең. Тең болады 16 плюс минус 8 бөлінген 2. Сонда x1 тең болады 12, x2 тең болады 4. Енді бізде болса, бізге осындай теңдеу болса, екеуі тең болса, ода а мен бұны табыңдар дейді. Жақсы. Енді квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктеп алайық. Квадрат үш мүше бізде ax квадрат плюс bx плюс с тең болады. Жіктейік а, x азайтылған x1, x азайтылған x2 деп жіктеп алуымызға болады екен. Енді орын-орнына қойайық. X квадрат минус 16x қосылған 48 тең болады. X азайтылған 12 бізде. X1-іміз неше шықты? 12 шықты. X азайтылған x2-іміз неше шықты? 4 шықты. Мына жердегі бізде а дегендегі a-мыз 1-ге тең болған. Мына жерде a-мыз 1-ге тең болған. Сонымен жауап бізде a тең болады минус 12, b тең болады нешеге? Минус 4-ге тең екен. Ары қарай b тапсырмасын қарастырайық. B тапсырмасы бізде егер тіктөртбұрыштың ұзындығы x қосылған a, ал ені x қосылған b болса, онда анықталған a және b мәндерін қолданып жер учаскесінің периметрін өрлетіңіз. А периметр бізде қалай еді? Периметр тең болады 2a қосылған b. Отада көбейту, иә? Ары қарай, бұл жерде бізде a, x қосылған a-ға тең. Ол бізде a бізде неше шығып еді? Минус 12 шыққан, иә? Яғни x минус 12 деп аламыз. Ал b бізде x қосылған b тең болады. b бізде x азайтылған 4 шыққан, иә? 4. b бізде 4 шыққан алдыңғы a тапсырмасында. Енді орнына қойып периметрін таба салайық. Периметр тең болады 2 көбейтілген a дейді. A бізде x азайтылған 12 қосылған b дейді. b бізде x азайтылған 4. x азайтылған 4-ге тең. Тең болады. Жақайшы есептеп алайық. 2 көбейтілген x қосу x 2x
-12, -4, -16 тең болады. Жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтіп аламын. 4х азайтылған 32. Мінекей. Периметрі жауабы 4х азайтылған 32-ге тең екен. Балалар, бірінші нұсқасы каналымда тұр. Лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарың болса, астына жазып кетіңдер. Ұмытпаңдар. Назарларыңа көптен көп рахмет. Сау болыңдар.